Бұл видеода бірінші сынып оқушыларының оқу жылдамдығын арттыруға арналған оқуға үйрету кітабына обзор жасайтын боламын. Қазір осы кітаптың ішіндегі ең негізгі сіздің оқушыңыздың, балаңыздың оқу жылдамдығын арттыратын негізгі әдіс тәсілдерге тоқталатын боламын. Кейінгі сабақтардың барлығы есе сақтауды дамыту. Сол үшін алдымен шультик есесімен жұмыс істейді. Буындар барған сайын бір-бірінен алшақтап жатыр. Мына фигуралардан қандай сурет шығарар едім? Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер, ата-аналар, балабақша тәрбиешілер. Бұл видеода бірінші сынып оқушыларының оқу жылдамдығын арттыруға арналған оқуға үйрету кітабына обзор жасайтын боламын. Бұл кітап ең бірінші кімге арналған деген сұраққа жауап берейін. Егер балаңыз немесе оқушыңыз бірінші сыныпта оқитын болса, оқу жылдамдығы едәуір төмен, есте сақтауы нашар, өлең жаттаудан, жаңылтпаш жаттаудан қиналатын болса, сонымен қатар сабаққа қызықпайтын болса, сабағыңызда отырады, бірақ басқа жаққа алаңдап өзінің әлемінде отырып зейіні нашар болатын болса, міне нағыз сол балаларға арналған оқу құралы. Бұл оқу құралы бізде екі бөлімнен тұрады. Ең бірінші бөлім, одан кейін екінші бөлім. Әр бөлімде 8 сабақтан тұратын сабақ жоспары бар. Қазір осы кітаптың ішіндегі ең негізгі сіздің оқушыңыздың, балаңыздың оқу жылдамдығын арттыратын негізгі әдіс тәсілдерге тоқталатын боламын. Бұл оқу құралының ішіндегі жаттығулар балаңыздың немесе оқушыңыздың зейінін, есе сақтау қабілетін дамытуға, оқу жылдамдығын арттыруға, екі ми бөліктерінің арасындағы байланыстарды жасауға, сонымен қатар есе сақтауын дамытып, креативті ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Бірінші бөлімдегі ең алғашқы сабақ ол екі ми бөліктерінің арасында байланыстарды жасау. Біз бірінші сыныптың оқушысының өзіне екі ми бөлігінің арасында байланыстарды жасауды бірінші сабақтан бастап үйретеміз. Неге? Себебі біздің оң жақ миымыз баланың креативін, шығармашылық ойлауын дамытуға бағытталса, ал сол жақ миы логикалық ойлау, есептеу, оқу, әріп тануға жауап береді. Ал баланың зейіні, есе сақтау қабілеті, оқу жылдамдығы жоғары болып, есе сақтауы жақсы болу үшін екі миының арасында байланыстар болу керек. Сондықтан біздің ең алғашқы сабағымыз екі ми бөлігінің арасындағы байланыстар, сонымен қатар екі ми бөлігінің арасында байланыстар жасайтын нейрогимнастикалық жаттығулардан басталады. Нейрогимнастикалық жаттығулар туралы бұл сабақта толық ашып көрсетпей қояйын, ол бүгінгі кешкі болатын мастер-класста айтылады. Одан кейінгі негізгі тапсырма ол буындар кестесімен жұмыс істеу. Буындар кестесі бойынша сіздің алдарыңызда қазір бірнеше буындар кестесі не көрсетіліп тұр. Бұл буындар кестесімен оқушы бірінші сабақтан бастап жұмыс істейді және екі бөлімнің кітабы бойы жұмыс істейді. Неге? Себебі буындар кестесіндегі тапсырмалар әр түрлі күрделілікте жасалған. Мысалы, бірінші буындар кестесіне тоқталатын болсақ, бұл буындар кестесін орындауда көлденең оқиды, немесе тігінен оқиды. Та, то, ту, па, по, пу деген сияқты. Немесе тігінен та, ата, на, но, ну. Ендігі келесі берілетін сіздің тапсырмаңыз бір демге екі буынды қосып оқы. Та. Дем алмай екі буынды бір деммен айту керек. Келесі тапсырмаңыз үш буынды. Та, ту. Біздің әрбір дем алғанымыздың өзіне жыл уақыт кетеді. Сондықтан біздің қазіргі мақсатымыз баланың оқу жылдамдығын арттыру болғандықтан 3 буынды бірдемен оқыту, 4 буынды бірдемен оқыту деген сияқты тапсырмалар беріледі. Бұл жалпы буындар кестесімен байланысты жұмыс. Одан кейінгі сабақтардың барлығы есе сақтауды дамыту. Алдарыңызда көріп тұрсыздар, өлең шумағын ассоциация тәсілімен жатта. Ең алғашқы сабақта ассоциация тәсілі оқушыға түсіндіріледі. Міне, алдарыңызда көріп тұрсыздар. Ал одан кейінгі 8-ші, 9-ші, 10-ші сабаққа барған кезде біз жай ғана мына суреттен көріп тұрғандарыңызды тек қана жаңылтпашты, немесе тек қана өлең шумағын ғана жазып қоямыз. Астынан бала өзі қалағанша, өзінің креативімен суретін салып, сол өлеңді жаттауы керек. Енді менің ассоциация тәсілі бойынша балаларға, оқушыларға, мұғалімдерге үйрететін өлеңдерім бойынша YouTube'ға видео салған болатынмын. Сол видеоның астына келген комментарийлерді қараңыздар. Тіпті бір комментарий жазыпты, бірінші рет өлеңді осылай оңай жаттаған шығармын деген сияқты. Енді мына жерден комментарийлердің бәрін көріп тұрсыздар. Апай, күшті, рахмет, өте жаттап алатын болдым, бұрын оқу сыныптастарыма қызығатынмын деген сияқты. Ең қызығы бұл сияқты 379 адам өз пікірін білдірген. Мына бір 10 минуттың ішінде мен оқушыларға өлеңді оңай жаттауды үйретіп, 379 өзіме кері байланыс алдым. 379 баланың есе сақтау қабілеті 10 минуттың ішінде дамыды деген сөз.
кітаптың ішіндегі оқу жылдамдығын арттыратын келесі тәсілдердің бірі ол Шульте кестесі деп аталады. Шульте кестесінің бізде 3 түрлі нұсқасы бар. 4-4 нұсқасы, 5-5 және 6-6 деп айтамыз. Бұның барлығы карточкалар түрінде. Қазір мен сіздерге ең орташасын көрсетейін. Міне Шульте кестелері бұл оқушының көзінің қамту аймағын кеңейтуге арналған. Жалпы статистика бойынша үлкендер болсын, қарапайым адамдар бір қараған кезде көзіне 2-3 сөзді ғана сыйдырады. Қарадыңыз, 2-3 сөзді ғана сыйдырып оқыдыңыз. Ал көзінің қамту аймағы барынша кеңейген адамдар бір қараған кезде бір беттің сөзін толық миына қамти алады. Сол үшін алдымен Шульте кестесімен жұмыс істейді. Яғни көзінің қамту аймағын кеңейтіп алады. Шульте кестесін қалай орындау керектігі туралы мастер-класстарында немесе YouTube каналдарынан көрсеңіздер болады. Жалпы бұл карточкалармен жұмыс істеген, Шульте кестесін орындаған бірінші сыныптың оқушыларына өте қызық жаттығулардың бірі деп айта аламын. Кітаптың ішінде көрсетілетін келесі тапсырмалардың бірі пирамида кесте. Пирамида кесте жаттығуы да көздің қамту аймағын дамытуға арналған. Бұл кезде баланың бүкіл назарын ортадағы тұрған қызыл плюсиктерде болады. Бүкіл назарын осыған қарата отырып, буындарды қосып оқу керек. Байқасаңыздар, буындар барған сайын бір-бірінен алшақтап жатыр. Демек, бұл кезде баланың көзінің қамту аймағы кеңейеді деген сөз. Пирамида кестенің екінші нұсқасы, енді бұл кішкене күрделірек, 4-3 сыныптың оқушыларына бағытталған. Енді бұл жерде буындарға басты назар болып, 3 буынды қосып оқу керек. Бұл сияқты пирамида кестеде мына жерде 10 тал бар. Демек, оқушыларыңыз осындай карточкалар арқылы қолына ұстап, пирамида кестелермен бұлай жұмыс жасай алады. Келесі тапсырмаларымыздың бірі креативті дамыту. Дәл қазір оқушыларыңызға жай ғана тапсырма беріп көріңізші. Қазірден бастап оқушыларыңызбен жұмыс істеуіңіз үшін міне суреттен көріп тұрсыздар. Жай ғана XXX деген белгілер. Бұл тапсырманы қазір оқушыларыңыз орындатсаңыз болады. Жай ғана ақпараттарына XX деп жазып бересіз. Осы X-тардан қандай сурет шығарар едік? Жанат, саған 5 минут. Ал Жанат 5 минут ойланып отырып, миының оң жағын қозғалта отырып, әртүрлі суреттер шығару керек. Мысалы, былай деген сияқты. Жай ғана X-тің өзінен қаншама сурет шығаруға болады. Ал сіз тапсырманы күрделендіріп, оқушыларыңызға 3 бұрыш, 4 бұрыш кез келген фигураны беріп, мына фигуралардан қандай сурет шығарар едің деген тапсырма берсеңіз болады. Бұл оқушының креативті ойлауын, яғни миының оң жақ бөлігін дамытуға бағытталған негізгі тапсырма. Осы тапсырманы мен оқушыларыма орындатқан кезде олардың жұмыстары былай болды. Міне, қазір алдарыңыздан көріп тұрсыздар, әртүрлі сапамен түсірілген, бірақ енді бұл жерде ең негізгі тапсырма оқушының креативті ойлау деңгейін тексере алу. Құрметті мұғалімдер, бұған бейжай қарамаңыздар. Әрбір креативті ойлаған баланың есте сақтау қабілеті жақсы болады. Себебі ол мидың оң жағында жүретін процесс. Келесі тапсырмалардың бірі артикуляцияны дамыту. Біздің жалпы қандай оқу жылдамдығын дамыту, есте сақтау қабілетін дамыту дегенге фокус қойып жатсақ та, сонымен қатар баланың артикуляциясын, дұрыс сөйлеуін дамыту өте маңызды. Себебі біз жоғары сыныптарда оқушыларға айтамыз, дауыстамай іштен оқу. Іштен оқу кезінде кейбір балалар іштен оқудың өзіне тілін қозғалтады. Ол жылдам оқуына кәдімгідей кедергі келтіреді. Бірақ ол жоғары сыныптардағы айтылатын тапсырма. Қазір артикуляцияны дамыту кезінде баланың бүкіл жақ бұлшықеттері жұмыс істейді. Қазір балалар жағын ашып сөйлемейді. Балалар тіпті сөйлеуден қалды. Себебі телефон, ноутбук қастарында тұр. Сондықтан да балалардың барынша жақ бұлшықеттерін жұмыс істету үшін біз сабақтарымыздың, кітаптарымыздың, оқулықтарымыздың программаның ішінде артикуляцияны дамытуға байланысты жаттығулар жасаймыз. Бұл енді негізгі мектеп бойынша логопедтердің жұмысы, бірақ түсініңіздер, жылдам оқу деген сөз, ол тек қана оқу жылдамдығын дамытуға бағытталмайды. Балаңыз оқу жылдамдығы арту үшін ол дұрыс сөйлей алу керек. Сөздік қоры, зейіні, есте сақтау деген бірнеше машық құрастырылып келген кезде ғана ол жылдам оқи алады. Сондықтан да программаның ішіндегі ең негізгі тапсырмалардың бірі артикуляцияны, яғни сөйлеуді дамыту. Құрметті мұғалімдер, жалпы бірінші сыныптың оқу жылдамдығын арттыруға байланысты оқуға үйрету программасына жасаған обзорым осымен аяқталды. Кітаптардың ішінде бұл сияқты тапсырмалардың саны өте көп. Сіздерге қазір ең негізгі бір қатарын ғана ұсынып отырмын. Жалпы
Егер мастер-класстардан немесе инстаграмнан, телеграмнан көріп жүрген болатын болсаңыздар, осы оқуға үйрету программасы арқылы үйден бала оқытып табыс тауып жатқан мұғалімдердің саны жетерлік. Мысалы, Раушан ханым үйінен кабинет ашқан, оқу кабинетін осы программаларым арқылы бала оқытып, маған инстаграмнан кері байланыс берген екен. Бір жылда 880 мың теңге табыс таптым. Міне скрин қойып қойдым, өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді бұл сияқты мұғалімдерімнің саны өте көп. Кейбіреуі өзінің туысқандарын оқытып жатыр. Және мына жерде қараңыздаршы, соңғы тапсырма қызықты болды. 10 сөзді оқып жазу, оқушылар 7-8 сөзді жаза алды. Оқу жылдамдығы мынаншадан мынаншаға көтерілді деген сияқты. Менде кері байланыстардың саны жеткілікті. Үйден бала оқытып табыс тауып жатқан мұғалімдерім де бар. Сонымен қатар оқу кабинетін ашып жатқан мұғалімдерім бар. Осы программа арқылы авторлық бағдарлама жазып, ғылыми жобаларын қорғап, сонымен қатар оқу кабинеттерін ашып, оқу орталықтарын ашып жатқан мұғалімдерімнің саны жетерлік. Оны инстаграмнан да көрсеңіздер болады, немесе бұл туралы осы телеграмға мен сізге тағы біраз хабарлама жазамын. Сол хабарламаның ішінде сертификатталған мамандар деген бөлімді басатын болсаңыз, бұл сияқты мұғалімдердің тәжірибесімен өте көп бөліскен. Егер сіздің ойыңызда бірінші сынып оқушыларын осы оқуға үйрету программасы бойынша оқытамын, оқушылар арқылы мектеппен бірге табыс тапқым келеді дейтін болсаңыз, бүгінгі мастер-класс сізге арналған. Бүгін 21:00-де тікелей эфирде мен сізге осы программаны тағы да толық түсіндіре отырып, осы программа арқылы оқу орталығын қалай ашуға болады, бұл программаны қалай меңгеруге болады, осы программаны меңгеріп мектебіңіздегі оқушылардың оқу жылдамдығын қалай арттыруға болады деген сияқты бірқатар сұрақтарға жауап беретін мастер-класс жүргіземін. Ол мастер-класста мына программаны меңгеріп оқушыларынан нәтиже көріп жатқан мұғалімдер де маған кері байланысқа шығып, өз тәжірибесімен сізбен бөлісетін болады. Құрметті мұғалімдер, мастер-класс кешкі сағат 21:00-де Алматы қаласының уақытымен міндетті түрде ноутбукпен қосылыңыз, себебі телефонмен көру ыңғайсыз. Мен бірқатар материалдар ұсынған кезде телефонмен жүктеу оны қиынға соғады. Ал егер ноутбукпен қосылатын болсаңыз, бірден жүктеп ала аласыз. Ескерте кетейін, бұл кешкі мастер-классқа қатысқан мұғалімдерге сабақта қолданылатын 20 дидактикалық материал деген мынандай дидактикалық материалдарым ұсынылатын болады. Сабақты соңына дейін көрсеңіз, тегін жүктеп ала аласыз. Құрметті мұғалімдер, вебинарға дейін міндетті түрде телеграмға барған сертификатталған мамандар деген кнопканы басып, мастер-классқа дейін менің табысты мұғалімдерімді көріп, олардың тәжірибесін оқи аласыз. Міндетті түрде оқыңыз, тікелей эфирде мен сізді күтемін.